Маған ондай еркек керек емес, маған үйленетін еркек керек. Сендерді түсінем, сендерге кайф керек, сендерге нормальный тесік керек, да? Одан да өздерінің қатындарымен, өздерінің әйелдерімен жұмыстандар. Курсқа қатыстырыңдар. Курсқа 2 ай қатыстыр, қатынды қыздай болып шығады. Тесіктің бәрі бірдей. Менің тесігімне, сенің қатынның тесігіне бәрі бірдей. Ешқандай айырмашылық, тесіктің бәрі бірдей. Бала туған тесікне, бала тумаған тесік бірдей болады. Бала шыққан тесік ол ешқашан кеңеймейді ол деген. Өзін оңбайға барғандай сөйлейсің ғой дейді. Жоқ, енді не істеймін, мен эфиріме сондай адамдар кіріп тұр ғой. Тесіктің бәрі бірдей, иә, ешқандай айырмашылық, тесіктің бәрі бірдей. Еркектердікі бірдей болмайды. Еркектердікі бірдей болмайды. Мен алдында айттым ғой сендерге қалай болатынын. Еркектердікі бірдей болмайды. Дауыс шығаруымыз басқаша, иә. Андай ғой, уже тесігін деген кеңейіп кетсе, қатын дауыс шығармайды ғой, жатады просто. Даже андай ыңырсымайды да ғой. Просто жатады. Ол қалай дауыс шығарады, ол өтірікті істей алмайды ғой. Сен өтірік ыңқылдасаң да сен өтірік істей алмайсың ғой. Ол еркек біледі сен бәрі өтірік істеп жатқаныңды ше. Кейбір еркектер айтады да, андай дейді да, қатыныма өзім айтамын дейді, қысшы деп айтамын дейді. Ол қысқаннан ол пайда жоқ, ол андай. Себебі қатын ұстап тұра алмайды ол деген, қысып сенікін деген. Ол қатын сен үшін қысып атса, астына өзінікін. Ол қатын өзі кайф ала алмайды ол кезде ешқандай. Астындағы әйелді айтамын. Еркектер айтады да, менікін қысшы деп айтады өзінің несіне, әйеліне. Қысшы деп. Ол қысқан саған жақсы да, тар болған. Бірақ та астындағы деген сенің жаңағы әйелің ешқандай кайф ала алмайды қысқаннан деген. Себебі ол кезде тек қана сен кайф аласың. Олай болмайды. Негізі былай істеуге болады, мысалы, сен әйелің тесігі кеңейіп кеткен, ладно, сен әйелің тесігі кеңейіп кеткен, бірақ та арттан істеп көрші.